Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біз осындай таңғы асқа өте дәмді панкейки дайындайтын боламыз. Таңертең балаларыңыз ештеңе жемей отырса, міндетті түрде осы панкейкилерді жасап беріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы айранымызды құйып, және оның үстіне бір шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып 2-3 минутқа қойып қоятын боламыз. 2-3 минуттан кейін жаңағы араластырған қоспамыздың үстіне шым-шым тұзымызды және қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Барлық керекті қоспаларын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Енді оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мейлінше көбірек араластырсаңыздар, сіздердің массаларыңыз өте қоймалжың, созылмалы және жақсы көпсейтін болып шығады. Енді оның үстіне ерітілген сары майымызды құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Міне осылай араластырып болғаннан кейін, алдын ала електен өткізілген ұнымызды осылай бөле отырып салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды бірден барлығын салып жібермейміз, осылай бөліп сала отырып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне сонымен біздің панкейкіміздің қамыры дайын болды. Енді алдын ала қысып тұрған табамызға ешқандай май құймай, майсыз осылай ожауменен құйып, бетін осылай дөңгелек етіп тегістеп жібереміз. Міне дәл осылай екі жағында қызартып пісіріп алатын боламыз. Қарап тұрсаңыздар, біздің панкейкилеріміз осылай көпсеген кезде ол асты піседі. Осы уақытта екінші бетін аударып, екінші бетінде дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Барлық қамырларымызды осылай құя отырып пісіріп алатын боламыз. Міне сонымен біздің панкейкилеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, түсі де өте керемет болып шығады. Жұмсақ, дәмі де өте керемет болып шығады. Дәл осы рецепт бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Қазір дәмін көретін боламыз. Дәмі өте керемет шықты деген ойдамын. Өте жұмсақ, әдемі болып көпсеген. Міне дәл осылай пісіп шығады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіздер. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Керекті қоспаларын описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Менің каналымдан түрлі рецепттерді көре алатын боласыздар. Ол үшін қоңырауша белгішесіндегі все дегенді басып қойсаңыздар, түрлі рецепттерді көре алатын боласыздар. Баршаңызға ас болсын.